Еш тарихта идея деген нәрсе ешқашан өлмейді. Ол мәңгі нәрсе. Бәлкім оның айтылуы, оның жазылуы, оның қоғамның ішінде алып отқан рөлі бәсеңдеуі мүмкін, бірақ идея ешқашан өлмейді. Сол менің түсінігімде бүгінгі сол 4-5 идеяның ішіндегі ең екі үлкен маңыздысы, ең бастысы, әсіресе осы Қазақстанның тәуелсіздігінің 20 жылдығы кезінде көп айтылатын әңгіме болу керек деп есептеймін. Ол мемлекеттілік идеясы мен азаттық идеясы. Яғни осы тұрғыдан алған кезде өзіміз бүгін әспеттеп жүрген алаш идеясы осы мемлекетшілдік және азаттық идеясының табиғи заңды жалғасы. Во-первых, я хочу сказать, что это очень хороший проект, потому что здесь, в Казахстане, феномен Алаш-Орды изучается довольно давно. Есть очень крупные исследователи. Я бы назвал номером один в этом плане Мамбета Койгельдиева, который давно, когда еще тема Алаш-Орды не так уж и поддерживалась официозом нашим, он начал свои исследования, и я думаю, что он очень системно и очень фундаментально работает в этом направлении. Но этот проект хорош тем, что, насколько я понимаю, ареал влияний идей Алаш-Орды рассматривается гораздо более широко, чем только на территории Казахстана. И это справедливо, потому что Алаш-Орда, конечно, явилась очень ярким выражением, если хотите, такого свободолюбивого духа казахского народа. Сами они, конечно, были выдающиеся люди, и это не случайность. Та острота проблемы быть или не быть народу, казахам как народу, прозвучавшая из уст Абая, она очень, эта острота проблемы ощущалась этими людьми. Поэтому у них была высокая звезда, которая вела их по пути гражданского служения своему народу и средствами высокой духовности, высокого знания. Поэтому такие лидеры Алаш-Орды, как Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсунов, Мухамеджан Танышбаев, Мағжан Жұмабаев, их можно называть вообще просто целая гроздь вообще великих имен. Это были люди ренессансного типа, то есть они были многогранны. У казахов есть замечательное определение «сегіз қырлы бір сырлы». То есть люди 8 граней и одна суть. У них была эта сердцевина суть. Алаш-Орданың ұстанымы ұлттық бірлік. Ол бәйгеден емей, ұлтты теңдікке жеткізу. Міне осы жерде бұларға айырмашылықтар соғылатын. Бірақ Совет үкіметіне келіп жұмыс істеген, біздің Алашта болып Советке келіп жұмыс істеген біздің қайраткерлердің көпшілігі сол ұстанымда болды. Бұны халықты қалай бостандық бақытқа жеткіземіз, ол бай-кедей деп бөлмей, езілген халықты, азат халықты көзін ояту, елдік мәселеге жұмылдыру деген сияқты нәрселер болады. Міне сол Алаштың осы идеясы күні күнге дейін сол елдің санасында әрі сол қозғаушы күш болып келеді. Кеңестің тұсында қазақ 17, 18, 19 жылдары, 20-21 жылдары, 30-30 жылдары қатты ашаршылыққа ұшырап қырылды. Және ол ашаршылық кездейсоқ емес, ұйымдастырылған ашаршылық болды. Шешемнен естігенім, ол ашаршылық заманда өте қиын болды деді. Өте қиын болғанда деді, мына алтын күміс деді, бұны жеп болмайды екен. Бұны арпа бидай ас екен, алтын күміс бас екен деген деді. Бірақ ақша болған мұнан ақшаға алып жейтін не азық болмады деді. Қараңғүйді намазымызды оқыдық, қараңғүйді құрғақ наннан, құрық суынан ішіп оразамызды ұстаған күндеріміз болды деді. Кеше әкеміз соны айтты. Енді не де замандарды өткөрдік те, сосын жүде деді, болмағасын кейбір бір осы айты бір мұсылман дәулетке өтейік те деп деді. Сонан қаштық деді, сол қашқаннан қаштық деді, өте қиындықтарды көрдік деді. Соны мына Ауғанстанға өттік деді. Ауғанстаннан деді, бер Ауғанстанға да кегесін деді, шүкір әйтеуір мұсылман дәулетке келдік қой десек деді, берден де бір әйтеуір тіл білмедік деді. Өте бір қиындықты көрдік деді. Мінерден әнерге көш, мінерден әнерге көш, бұл ауғандарда қоймады деді. Көшу менен жүрдік деді, қысы жазы деді. Үйдің іші босап қалғандар болды. Біздің бір ағаларымыздың үйінен ешкім қалмады. Онда бір асталықтың аты бір нәрсе сондай болды. Өте қиын, көп адамдар өліп кетті. Көп адамдар өліп кетті Ауғанстанда да.
Көп кыйындык менен öldü. Osman Batur Шығыс Түркістанда қазақтардың ұлы қолбасшысы. Енді бұл бір аймақтың батыры емес. Кейде Қазақстанда кейбір ғалымдар солай түсініп қалады. Бір ауданда шыққан бір батыр қойды. Олай емес, бұл әлемдік деңгейде бір батыр болды. Бұл күшін жеңу үшін кезінде Чаңқайшектер, Мао Цзэдуңдар, Сталиндер біргестескен. Шетелде қазіргі таңда 5 миллион ең аз дегенде біздің қандастарымыз бар, қазақтарымыз. Ол біздің қазақ халқының ұлтымыздың тұтас бір бөлігі, 1/3. Бұл алаш идеясы бұл бүгінгі таңда Европа қазақтарында, Түркияда өте жоғары деңгейде, оның әртүрлі себептері бар. Ең алдымен мынау кешегі Азаттық радиосының сол Европада болуы, Мюнхенде болуы, ол белгілі бір дәрежеде ықпал етті. Мынау біздің ұлтжанды азаматтарымыз осы радионың төңірегіне жиналып, біздің мынау кешегі Кеңес одағының кезінде біз айта алмай жатқан әңгімелерді айтқызды. Алаш қайраткерлері туралы айтар болсақ, алаш Қазақстан тарихының өте маңызды бір бөлігі болып есептеледі. Өйткені біздің 20 ғасырдың басында жаңа демократиялық мемлекет құру барысындағы алғашқы қадамды жасаған тарихи тұлғалар осыдан шыққан. Атап айтқанда Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақын Дулатов, Мұстафа Шоқайлар міне осы алаш қайраткерлері арасында шығып, біздің бүгінгі Қазақстан тарихының алтын парақтарының жазылуына себеп болған. Сондықтан да алаш қайраткерлері бүгінгі таңда бүкіл жастардың білуге тиісті және содан өнеге алуға тиісті ұлы қайраткерлер болып табылады. Біз өтмісімізді білмей, келешегімізді бағдарлай алмаймыз. Сондықтан да тарих ғылымы әрқашанда керек, ұлттық тарих керек. Тарихымызға біз жаңаша көзқараспен, ұлттық көзқараспен қарауды білуіміз керек. Енді сол алашорда қайраткерлер ішінде Мұстафа Шоқайды бөліп қарауға болмайды. Өкінішке орай бүгінгі таңда алаш орталықтары, алаш туралы ғылыми зерттеулер жасаған қайраткерлер, ғалымдарымызды көргенде бұлардың Мұстафа Шоқайға көп мән бермегенін көреміз. Бұл қате. Мұстафа Шоқай осы алаш тарихының құрамдас бір бөлігі. Тіпті алаш орда тарихы Мұстафа Шоқаймен тереңдей түседі. Мұстафа Шоқай алаш орда қозғалысының менімше соңғы түйіні. Ол болмай алаш тарихы кем болады. Сондықтан да Мұстафа Шоқайды алаштан бөлуге болмайды. Енді бұл жерде екінші бір мәселе Түркістан мұхтарияты. Түркістан мұхтариятын да алаштан бөлуге қаралмайды. Зерттеулерімізде көбінде алашорда өкіметіне тоқталамыз да, Қоқандағы Түркістан мұхтариятына тоқталмаймыз. Меніңше бұл да қателік. Себебі Мұстафа Шоқайдың сол Түркістан мұхтариятында, одан бұрын Ташкентте жүргізген саяси жұмыстарының барлығы Әлихан Бөкейхановтың ұсынуымен болған. Өздеріңіз білесіздер, сол кездерде Сырдария қазақтары сол Түркістан мұхтариятына қараған. Онда қазақтың көбірегі сол Сырдарияда өмір сүрген еді. Сондықтан сіз қалайша Түркістан мұхтариятын қазақтан бөліп қарай аласыз? Онда қазақтың көбі тұр. Мұстафа Шоқай да сол қазақтың қамын ойлап, жоғын жоқтап, сол Түркістан мұхтариятында, Қоқанда саяси жұмыстар алып барған еді. Өздеріңіз білесіздер, Мұстафа Шоқай 1921 жылы Парижге барған. 41 жылы сол маусым айында нацистер Совет одағына соғыс жариялаған күні Мұстафа Шоқай да үйінен алып кетеді. Бұны алып кетеді, олар нацистер Мұстафа Шоқайға ұсыныс жасады. Біз Совет одағына соғыс жарияладық. Сіз Советтерге қарсы күрес жүргізіп келе жатырсыз. Осы Советтің армиясында қанша әскер бар, қанша қару-жарақ бар, бұл туралы бізге мәлімет бер деген. Сонда Мұстафа Шоқай олармен бірге сіз қабылдамайын, жоқ деген. Мен Советтің армиясымен жұмысым жоқ. Менің жұмысым Түркістанның тәуелсіздігі деген. Оның армиясы туралы менде мәлімет жоқ деп жауап берген. Кейін сол нацистер Совет армиясынан қолға түскен түркістандық әскердерден
Түркістан легионын құрмақ болады. Сол үшін тұтқын лагерлері Мұстафа Шоқайға аралатады. Сөйтіп легионға басшылық жасауды ұсынады. Бірақ Мұстафа Шоқай оған да қарсы болады. Өйткені Мұстафа Шоқай сұрайды: сіздер дейді, Сәуд-одан құлатқаннан кейін Түркістанға тәуелсіздік бересіз бе? Онда нацистер жауап қайтармайды. Себебі олардың Түркістанға тәуелсіздік беретін ойы жоқ. Бүгінгі таңда сол нацистік архивтерді ақтарып қарағанымызда деректер апайқын көрсетіп отыр. Нацистер ешқашан Түркістанға тәуелсіздік беруді ойламаған. Осы жерде Мұстафа Шоқай ағамыздың тұрған жері 20 жыл тұрыпты. Ношон Сурман қаласында. Бұрында Ношон Сурман қаласы интеллектуал сcientificтердің тұрған жері еді. Сол Мұстафа Шоқай ағамызда бұл жерде тұрыпты. Скуала Фонтен. Біз қазір осы жерді сіздерге көрсетейін. Бұл жері Мұстафа Шоқай ағамыздың тұрған жері. Алашорда туралы біз бала күнімізден біздің құлағымызға құйылған, біздің оқымысты азаматтар болсын, ел ішіндегі үлкен кісілердің әңгімелерінен болсын, біз бала күнімізден құлағымызға сол Мәржақып Дулат, Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, Мағжан Жұмабай, Мұстафа Шоқай, бір жағы Түркістан автономиясын құршы, бір жағы Алаштың адамы ғой. Солардың аттарын естіп өстік, мысалға айтар болсақ. Сол Алаш рухы әр уақыт шетелдегі қазақта, әсіресе біздің қазақтардың арасында өмір сүріп келген. Мәржақыптың Оян қазағын шетелдегі қазақтың көбі сол кезден бастап біледі. Оян қазақ көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты деп, оны өлең кітабын жатқа оқып отыратын адамдар болатын. Содан біз оларға оларды естіп, оларға жылы шырай, жылы сезімменен өстік, өзіміз сол Алаш рухында өстік деп айтуымызға. Дәулеткерей Тағыберлінің зираты, қабірі. Бұл кісі екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тағы немістердің қолына Совет армиясымен келіп тұтқынға түскен кісілерден бірі. Өзі жоғары оқытушысы болған, қазақ тілін, әдебиетін, тарихын жақсы білген. Бұл кісі сол Азаттық радиосының тұңғыш қазақ редакторы. Азаттық радиосы құрамында қазақ редакциясын құрған кісі. Бұрын Азаттық радиосында өзбек, қазақ, ұйғыр, түркмен бәрі Түркістан деген атпен кете беретін. Бұл кісі жеке қазақты бөліп алып, қазақ деген шаңырақ атпенен, қазақ деген шаңырақ астында қазақ редакциясын құрған. Өмірі қазақты сүйгенмен кеткен, онда да жазып қойған әлі қазақ дегенде жаны қалмайтын. Ол өзінің бірлік идеясына арналған күрескер, идеолог болып табылады. Мұстафа Шоқайды Қазақстан, Түркия және басқа да түркі әлем елдері білуі тиіс тұлға болып келетіндігі сөзсіз. Сондай-ақ Тифлисте бола тұра ол азаттық қозғалыстарға қолдау көрсеткендігі де белгілі. Сондықтан да осы тұрғыдан біз Мұстафа Шоқайға көрсеткен қолдауы үшін қарыздармыз. Ол Қазақстанда бола тұра Айя София мешітінде қоңырау үнін қайта жаңғарту мақсатында ақша жинап, Түркияға жіберген болады. Сондай-ақ Мұстафа Шоқай өмірінің елеулі бөлігін Францияда, Парижде өткізгендігі және уақыт бойы сонда өз идеяларын, яғни бірлік идеясын, Түркістанның бір тұтастық идеясын қорғандығы баршамызға белгілі. Бүгінгі таңда Мұстафа Шоқайдың идеялары мен қағидалары қайта мәнін табуда. Сондықтан да мен Мұстафа Шоқайды үлгілі адам, тұлға ретінде көремін. Сол себепті оны Түркияда да білу қажет. Алаш қозғалысын, содан кейін бір 1917 жылғы төңкерістен кейінгі алаш зиялыларының тағдырын біз әлі де болса зерттей түсуіміз керек. Осыған байланысты қайраткер, мемлекет және қоғам қайраткері Смағұл Садуақасұлының тағдыры ерекше бір көрініс береді. Өйткені Смағұл Садуақасұлы бір мезгілде алаш қайраткері де, екінші жағынан 20-шы жылдары құрыла бастаған қазақ кеңестік автономиялық республикасын құрушылардың және соны қалыптастырушылардың бірі.
Бұл кісінің ең алашқа қатысты жері 1916-17 жылдары Омбыда құрылған, Омбыда жұмыс жасаған бірлік. Содан кейін 17 жылы олар 18 жылы Жас Азамат деген ұйымға қайта бірігеді. Бүкіл қазақ даласында құрылған 21 ұйым, жастардың ұйымы. Сол ұйымның жетекшісі басшылығында қызмет еткен. Екінші 17-18 жылдары Ақмола облыстық Алашорда комитетін құруға атсалысқан. Бұның барлығы да Смал Садуақасының Алаш қозғалысында болғандығын көрсетеді. Арада біраз жыл өткеннен кейін, біз 78 жыл өткеннен кейін, арада 7 жылдан кейін біз сол Қазақстанның зиялылары, бастамашыл азаматтар оның денесінің күлін Қазақстанға алып келдік. Бұл қоғамда үлкен жаңағы қолдау туғызылды, қолдау білдірілді қоғамның тарапынан, жазушылар, ақындар, ғалымдар тарапынан. Сондықтан да қазір кезеңінде Астана қаласында оны лайықты мұсылман дәстүрімен, елдік дәстүрімен жер қойына беру мәселесі қарастырылып жатыр. Қазақстанға кеткен атамыздың кеткеніне 120 жыл болыпты. Соншама біз 120 жыл болсақ та, 4-ші кіндік болсақ та, мына жүрегіміздің түбіндегі қазақ деген сезім өшпейді. Бұл неге өшпейді десеңіздер, енді өзім ойласам былай екен. Мына қазақ тарихына, кейбір басқа ұлттардың тарихына қарап отырсақ, мына ұлттық сезім деген мына от сияқты. Сіз бір отты жағасыз, кейде лапылдап жанады, кейде бұлай өшіп, шоқ болып қалады. Жалғызақта сол шоқты өшірмеу керек екен. Оны біреулер келіп үрдей бу керек екен. Біздің аталарымыз, әжелеріміз кейінгі ұрпақтарға қазақ деген сезімді жүрегін түбіне егіп кеткен. Қай жылдары қайта лапылдап жанды десеңіздер, Алашорда кезінде. Алашорда кезінде Әлихан Бөкейхан, Мержақып Дулат, Ахмет Байдұрсын сияқты, енді көп адам, енді аттар есіме келмей отыр. Бұлар сол отты қайта лапылдап жаққысы келді. Қазақстың тәуелсіздігін аңсады, қайтадан оны біреулер өшіргісі келді. Жалғызақта ол от өшпеді. Кейінгі жылдарда не ана батыр, не мұна ақын, не мұна жырау біреулер шығып, ол отты уақытша болса да жаққысы келді, үрдеді, аздап шоқ болды, кейде бықсып жанды, жанбады. 86 жылы қайта көтерілді. Енді мысалға айтсақ, енді желтоқсанның дегенде есімізге қайрат келеді. Сол қайрат сияқты, қайратты жігіттер осы отты қайта жаққысы келді. Қайраттың сөзі арттан мирас қалып отыр. Алашорданың жігіттері бүгін мирас қалып отыр. Оларды кейінгі ұрпақ дүние айланған сайын, қазақ ұлты болған сайын, оларды жақсы еске алады. Сол қайраттың бір сөзі есімізден кетпейді. Қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық асам десеңдер асыңдар деген